әріптестер, қонақтар. Біз қалалық білім берудегі жаңа технологиялардың ғылыми-әдістемелік орталығы және Бөлтірік Атқанұлы атындағы нөмір 36 гимназия бірлесіп ұйымдастырған Алматы мектебі бағдарламасын жүзеге асыру аясындағы заманауи білім берудегі оқу шығармашылығын қалыптастыру және дамыту жолдары атты халықаралық ғылыми конференция өткізіп жатырмыз. Кеше бүгін соның аясында екінші күні осы Алматы мектептері жобасын алып отырмыз. Сіздерді көргенімізге қуаныштымыз. Бірінші сөз кезегін мұғалім Жандар Айрапсымбеков. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгінгі менің бағдарламамның тақырыбы математикалық сауаттылықты арттыру жолдары. Қазақстан ұлттық академиясының академигі Орынбек Жәутовтың айтқанындай, адамның ақыл-ойының кеңейе түсуіне математиканың тигізетін әсерін айтып жеткізу қиын. Математика ақыл-ой шегін кеңейтеді. Дегенде қазіргі таңда бастауыш сынып оқушыларының математика сауаттылығын арттыру білім беру жүйесінде маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Оқушылардың математика пәнін терең меңгеру, санды және логикалық ойлау қабілеттерін дамытуды қажет етеді. Әсіресе екінші сыныптағы оқушылардың математика сауаттылығын арттыруға бағытталған арнайы бағдарламалар олардың болашақта дұрыс шешім қабылдауға, проблемаларды тиімді шешуге және математикалық білімді өмірде қолдана білуіне мүмкіндік береді. Бағдарламаның мақсаты мен міндеті. Математикалық сауаттылықты арттыру жолдары атты элективті курс екінші сынып оқушыларына арналып әзірленген. Оның негізгі мақсаты оқушыларға математикалық білімді қызықты түрде жеткізу. Оқушылардың математикалық сауаттылығын арттыру, математикалық амалдарды тиімді орындауға және оларды өмірде қолдана білуге үйрету. Бағдарлама оқушыларды сандық амалдарды орындау дағдыларын қамтамасыз етіп, геометриялық ұғымдарды меңгеруге, логикалық есептерді шешуге үйретеді. Бұл мақсатқа жету үшін бірнеше міндеттер қойылған. Логикалық ойлауын, шығармашылық қабілеттерін дамыту. Оқушыларға негізгі математикалық ұғымдарды, сандық амалдарды түсіндіру. Логикалық есептер мен тапсырмаларды орындау арқылы шығармашылық ойлау қабілетін дамыту. Математикалық білімді күнделікті өмірде қолдануды үйрету. Оқушылардың жылдамдық пен дәлдік арқылы есептерді шешу дағдыларын жетілдіру. Математикалық сауаттылықтың маңызы бастауыш сыныптарда математикалық сауаттылықты қалыптастыру, болашақта оқушылардың ғылыми және шығармашылық ойлау қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді. Математикалық сауаттылықты арттырудың маңызы тек есеп шығарумен, сандармен жұмыс істеумен шектелмейді. Оқушылар математикалық ұғымдарды өмірлік жағдайда дұрыс қолдануға үйренеді. Бұл олардың әлеуметтік ортада шешім қабылдауға қабілеттерін арттырады. Сонымен қатар математиканың күнделікті өмірде рөлін түсіну, оқушылардың жалпы ойлау және аналитикалық қабілеттерін дамытады. Математикалық сауаттылықты арттыру тәсілдерінде көрнекі әдістер, көне құралдар, ойындар қолданылады. Өмірмен байланысты болады. Күнделікті өмірге мысалдар келтіріледі. Бағдарламаның мазмұны мен әдістемесі. Бағдарлама 3 негізгі бөлімнен тұрады. Кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімдер. Әр бөлімде оқушылардың математикалық білімін жетілдіруге арналған түрлі тапсырмалар мен әдістемелер ұсынылады. Кіріспе бөлімінде оқушылар математикалық сауаттылықтың маңызын түсінеді. Бұл бөлімде сандар, геометриялық фигуралар, қосу мен азайту амалдары, бөлшектер мен өлшем бірліктер туралы негізгі ұғымды қалыптастырылады. Оқушыларға сандар дұрыс оқып, олармен есептер шешу дағдылары беріледі. Ал негізгі бөлімінде оқушылар математикалық амалдарды күнделікті өмірде қолдануға үйретіледі. Бұл бөлімде көбейту және бөлу амалдарын меңгеру, уақыт пен ақша есептеулері, геометриялық фигуралар және олардың қасиеттері туралы тапсырмалар беріледі. Сонымен қатар оқушылар логикалық есептер,
мен қиындықтары жоғары тапсырмаларды шешу арқылы аналитикалық ойлау қабілеттерін арттырады. Енді бөлімде оқушылар жыл бойы меңгерген білімдерін пысықтап, өткен тақырып бойынша қайталау жасайды. Оқушылар өз білімдерін тест тапсырмалары арқылы тексереді. Бұл бөлімнің басты мақсаты оқушылардың математикалық сауаттылығын бағалап, алған білімдерін нақты жағдайда қолдана білу қабілетін тексеру. Міне топтық жұмыстар мен жобаларында оқушыларды ынталандыру, топпен жұмыс істеуге үйреніп, біріне бірі үйреніп, командалық жұмыс дағдыларын дамытады. Пікір алмасу, өзара пікір алмасуға үйренеді. Бағдарламаның әдістемелік ерекшеліктері оқушылардың қызығушылығын оятуға, олардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға бағытталған. Осы мақсатта бағдарламада интерактивті әдістер мен ойындар кеңінен қолданылады. Оқушылар математикалық ұғымдарды ойындар арқылы меңгереді. Есептерді шешу барысында топтық жұмыс жүргізеді. Бұл әдіс оқушылардың бір-бірімен пікір алмасуына, проблемаларды бірге шешуіне мүмкіндік береді. Бағдарламада оқушылардың жеке ерекшелігі ескеріліп, тапсырмалар жекелендірілген. Әрбір оқушының математикалық деңгейі мен даму жылдамдығы бойынша тапсырмалар ұсынылады. Бұл оларды қабілеттері бойынша тиімді дамытуға мүмкіндік береді. Бағдарламаның ерекшеліктерінде интерактивті тәсілдер қолданылады. Ода қызығушылықты арттыру үшін түрлі құралдар қолданылады. Математика пәнін тағы да басқа пәнаралық байланысты атап өту керек. Математикалық сауаттылықты қалыптасуына қазақ тілі, жаратылыстану және логикалық пәндердің маңызы рөл атқарады. Мысалы, логикалық есептерді шешу барысында оқушылар тілдік дағдыларын жетілдіреді. Ал геометриялық фигуралармен жұмыс жасау кезінде жаратылыстану пәнімен байланыс орнатылады. Күтілетін нәтижелер. Бағдарламаның нәтижесінде оқушылар терең түсінік алу, математикалық ұғымдарды терең түсінеді. Жетістіктер, есептерді тез әрі дұрыс шығарады. Қызығушылығы математиканы қызығушылықпен оқиды. Математикалық ұғымдарды терең түсінеді және оларды күнделікті өмірде қолдана біледі. Логикалық есептерді шешу барысында шығармашылық ойлау қабілеттері дамытады. Математикалық амалдарды дәл орындау дағдыларын меңгереді. Топта жұмыс істеу арқылы есептерді шешу барысында шығармашылық ойлау қабілеттері дамытады. Математикалық амалдарды дәл орындау дағдыларын меңгереді. Топта жұмыс істеу арқылы бірлескен шешімдер қабылдауды үйренеді. Бағдарлама оқушыларға математика пәнінің негіздерін терең меңгеріп, математикалық сауаттылығын арттырады. Бұл олардың болашақта есептеу, логикалық ойлау және мәселелерді шешу қабілеттерін дамытуға көмектеседі. Қорыта келе, математикалық сауаттылықты арттыру жолдары атты бағдарлама 2-ші сынып оқушыларының математика білімдерін тереңдетуге, сандық және логикалық ойлау қабілетін дамытуға бағытталған. Бағдарлама оқушыларға математикалық ұғымдардың терең түсіндірумен қатар, олардың өмірде қолдануға дағдылануына көмектеседі. Бұл курс оқушыларды білімді әрі саналы азамат етіп тәрбиелеуге, олардың болашақтағы жетістіктеріне жол ашуға ықпал етеді. Назарларыңызға рахмет.